Бәріңізге сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығатын пирожки бомбочки дайындаймыз. Жасалу жолы да өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер, соңына дейін қараңыздар. Қайнаған ыстық суымызды алдын ала өлшеп алып ыдысымызға құямыз. Үстіне 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық қантымызды салып, содан кейін үстіне сұйық майымызды құямыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Үстіне алдын ала өлшеулі тұрған електен өткізіп ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын салғаннан кейін қоспамызды қасықпен араластырамыз, себебі басында ыстық болады. Содан кейін енді қолымызбен қамыр илейміз. Барлығын біріктіріп, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып 30 минут тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге 3 қызанақ қажет болады және ірімшік, петрушка және укроп қажет болады. Алдын ала барлығын тазалап, жуып дайындап қойдық. Енді үкіштің ұсақ жағымен ірімшігімізді үкішпен өткіземіз. Үкіштен өткізіп алдын ала дайындап қоямыз. Енді укробымызды ұсақтап тураймыз. Екеуін жақсылап ұсақтап турап алдым. Бөлек ыдысқа салып, қызанағымызды жіңішке қылып турап аламыз. Ірімшігіміздің үстіне қоспасын салып, үстіне татымына қарай тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың астына сұйық май жағып, қамырымызды 2-ге бөлеміз. Теңде 2 бөлікке бөліп, бірінші қамырымызды бөлек қоямыз. Бетін жабуға қажет болады. Екінші қамырымызды барлығын жайып шығамыз. Жайған кезде қамырымызды жұқа қылмай, орташа қылып жаямыз. Қамырымызды жайып болдық, үстіне туралған қызанақтарымызды қойып шығамыз. Арасын ашып қоямыз, 3 см ашық болуы керек. Барлығын қойып шықтық. Арасы осындай ашық болуы керек. Енді үстіне салмамызды салып шығамыз. Салмамыздың барлығын салып шықтық. Екінші қамырымызды да жайып дайындап қоямыз. Дайын болған қамырымызды бетіне жаямыз. Біздің қамырымыз қатты жұқа болмауы керек. Көріп тұрғаныңыздай қалыңдықта болады. Енді стаканменен осылай барлығын кесіп шығамыз. Барлығын кесіп қойдық. Жандарын ашылмайтындай етіп, жақсылап жабыстырып шығамыз. Барлығын жақсылап ашылмайтындай етіп жабыстырып шығамыз. Содан кейін 10 минут қоямыз көтерілуі үшін. Қызып тұрған майда барлығын пісіріп аламыз. Біздің пирожкилеріміз көтеріліп, осылай әдемі болып піседі. Жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Және балаларыңызға да қатты ұнайтын болады. Бомба десе бомба, көмпиіп тұрады. Және жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бәріне ұнары анық. Және менің каналыма тіркеліп, алдағы уақытта тағы да рецепт күтіңіздер.